Қайырлы күн достар, тәніне саулық іздеген жандармен жалпы тәжірибелік дәрігер Фариза Жанғалиқызы бүгін сіздерге қаназықтық тақырыбында айтайын деп тұрмын. Және қаназықтың белгілері қандай және қалай емдейміз. Ал одан алдын арнама тіркеліп, лайк қойып, комментарий жаза отырыңыз. Анемия, яғни қан айналымындағы, қан тамырдағы қанның аздығы. Қанның құрамына біз лейкоцит, эритроцит, тромбоцит және қанның сарысуынан тұрады. Ал біз бүгін сол эритроцитке тоқталамыз. Не себепті эритроцитке тоқталамыз? Себебі біздегі оттегіні тасымалдайтын біздегі осы эритроцит болып келеді. Яғни ол бізге оттегі не үшін керек? Бізде ол энергия көзі. Яғни бізде айтып жатырмыз ғой, энергиясы жоқ адам деп. Яғни ол энергиясы жоқ адам шашаңғыш болып келеді. Біздегі АТФ-тің түзілуіне көмектеседі. Яғни энергия ол біздің қимылдауымызға, тыныс алуымызға, жүруімізге, ойлауымызға және барлық қан айналым жүруіне әсер етеді оттегін. Яғни ол бүкіл тіндердегі шеткі аймақтағы тіндерге тасымалдайды. Бүкіл мына миымыздың, көзіміздің, құлақ, мұрын, ауыз, қол, аяқ бүкіл ішкі ағзалардың соңғы аймақтағы тіндеріне, яғни жасушаларға, ол жерде біздегі энергия түзілу процесі жүреді. Сол себепті бізге оттегі керек. Ал сол оттегін тасымалдайтын бізде эритроцит. Ал эритроцит бізде, мен бүгінгі тақырыпта қаназық, яғни анемияның, оның эритроциттің 20 күн өмір сүретіні, немесе ол сүйек кемігінен түсіліп көк бауырда ыдырайтыны туралы емес. Мен анемияның оның макроцитарлы, микроцитарлы деп сіздердің миыларыңызды ашытпаймын. Мен бүгінгі тақырыпта осы біздің сіздерге жеңіл түсінікті түрде түсіну үшін, не үшін анемияны емдеу керек екеніміздің соны білу үшін мен осы тақырыпты сіздерге жеңіл түсіндіру үшін қозғап отырмын. Біздегі, яғни егерде оттегі жетіспесе, ол жерде қабыну процестері жүреді, яғни тотығу процестері жүреді. Соны болдырмау үшін біздегі осы оттегі жетісу керек. Оттегі жетісу үшін эритроциттің көлемі және саны жеткілікті түрде болу керек. Ал ол бізде эритроцит гемоглобиннен тұрады. Ал гемоглобин гем мен глобиннен тұрады. Яғни темір мен және белоктан. Біз темірді тексереміз және белокты жалпы қан анализінде, жалпы биохимиялық анализден біз жалпы белокты көреміз. Яғни біз осы темірді реттейміз және белокты реттейміз. Енді клиникасына келетін болсақ, визуалды түрде, егерде миымызға оттегі жетіспейтін болса, біздегі ойлау қабілетіміз төмендейді, бір нәрсеге зейін қоюды төмендейді, әлсіздік, шаршағыштық, ұйқышылдық секілді белгілері болады. Ал егерде көзімізге жетіспейтін болса, көздің көруі нашарлайды. Мұрнымызға жетіспейтін болса, мұрынға оттегі жетпесе, онда бізде осы аденоид болады. Жалпы барлық адамда ол біздің иммундық қорғау қызметін атқарады аденоид. Ал ол қабынатын болса, ол аденоидит деп аталады. Яғни аденоидтар үлкейіп кетеді. Қан тамыр жетіспесе, қан айналым жетіспесе, оттегі жетіспесе, аденоид өзінің қызметін атқара алмайды. Сол себепті ол үлкейіп кетеді. Оны біздің тыныс жолдарымызды жауып, баланың дұрыс демалмауына алып келеді, ауызбен демалуына. Ал екінші тілге келетін болсақ, ол тіл бізде иіс сезім бұрмалауына, яғни борға, красканың иісіне әуестігі, осының бәрі оттегі жетіспеушілігінен болып келеді. Ал жүрекке келетін болса, жүректің жиі соғуы, яғни қан жетіспегендіктен жүрек жиі соғады. Өкпеге жетіспесе, онда адамда одышка болады. Яғни бүкіл тіндерге оттегі жетіспегендіктен өкпе тез демалады. Сонымен тез демалған бізге ентігу түрінде көрінеді. Бүйректер, бауыр өзінің токсиндерді шығару қызметін атқара алмайды. Яғни біздің бауыр фильтр деп атаймыз. Яғни керекті заттарды қабылдап, керек емес заттарды сыртқа шығарып отырады. Яғни бауыр өзінің қызметін атқармаса, ағзада токсинге толы болып келеді. Бүйрекке келетін болса, бүйректе
қалдық заттарды шығару қызметін атқарады, яғни ол да ағзаның уыттануына алып келеді. Ал бұлшықеттерге келетін болсақ, бұлшықеттер жиыру қабілеті төмен болып, ол бос болып келеді, шынықпаған болады. Ал теріге келетін болсақ, терінің серпімділігі төмендейді, яғни әжім, тез ісуі, соның бәрі оттегі жетіспеушілігінен. Ал тырнаққа келетін болсақ, тырнақ біздегі сынғыш болып келеді және оның формасының өзгеруіне алып келеді. Ал лимфа жүйесіне келетін болсақ, яғни олардың бәрі осы бұлшықеттердің лимфа жүйесі, ол бұлшықеттердің жиыруынан ағзадағы токсиндерді шығарады, артық заттарды. Яғни соның нәтижесінде ағза сіңкі болады, лимфа жүйесі дұрыс жүрмеген екен, токсиндерді шығара алмаған екен. Қалқанша безінің қызметі де осы оттегі жетіспеген екен, йодты дұрыс бөле алмайды. Және де біздегі Т-хелпер, Т-киллер деп аталатын иммундық жүйеге жауап беретін, яғни ағза қандай инфекция түсетін болса, соларды жойып отыратын біздің иммунды Т-киллерлерімізде осы оттегіге байланысты, темірге байланысты болып келеді. Яғни темір жетіспесе, осы Т-киллерлер өз қызметін атқара алмайды. Сонымен қатар темір біздегі ағзадағы көп реакциялардың жүруіне көмектеседі, яғни атсалысады. Соның нәтижесінде біздегі, мысалы, қалқанша безіндегі иодиназа деп аталатын ферменттің өзі Т4-тің Т3 дейтін гормонға айналмауына алып келеді. Соның нәтижесінде бізде ағзада йодтың жетіспеушілігі болады. Және де біздің ұйқы безіндегі ферменттердің бәрі, яғни тамақтарды қорытатын ферменттердің өзі темірдің қатысуымен жүреді. Яғни егерде сізде темір жетіспеушілігі болатын болса, тамағыңыз дұрыстап қорытылмайды. Ал біздегі бүкіл тағамдардың құрамы ол белок, көмірсу және де майлар, липидтер. Ал осы ұйқы безіндегі осы липаза, протеаза, амилаза ферменттерінің арқасында біздің тамақтарымыз ыдырайды, кішкене молекулаға дейін ыдырап, ол ағзаға сіңеді. Яғни ол егерде сіңбейтін болса, ыдырамайтын болса, ол ағзаға сіз жейсіз шығады, солай жүреді. Осы клиникасын айттық, енді еміне келетін болса, біздегі ағза егерде темір бос болатын болса, ол уытты болып келеді. Ал оны өзіне байланыстырып, ағзада артық темірді қорға жинайтын, ол ферритин деп аталатын белок болады. Ол өзін ферритинді байланыстыру арқылы уытсыз болады, уытсыздандырады. Яғни егерде сіз осы белокты, ферритин дейтін ол белок, белокты сіз ағзада белогыңыз аз болатын болса, онда ол сіз ағзаңызды улайсыз, былай айтқанда. Сол себепті біз бірінші белокты көтеру керекпіз. Белок көтерілу үшін біздегі асқазан ішек жолын емдеу керекпіз. Асқазан ішек жолында дейтін болсақ, ол қалай деген, нені көтереді, нені емдеу керек дейтін сіздер сұрақ болатын болса, онда ол асқазанның қышқылдығын реттейді. Бірінші негізі ауыз қуысынан бастап ыдырайды, екінші асқазан сөлінің асқазан қышқылдығын реттеу керек. Яғни біздің белоктар бірінші асқазанның қышқылында жартылай амин қышқылына айналады. 12 ішекте ұйқы безінің ферменттері протеаза ферменті арқылы өттің бөлінуі протеаза ферментін активтейді. Соның нәтижесінде ол жартылай амин қышқыл, толық амин қышқылына ыдырап, ол ішекте сіңеді. Ал егерде сіздің асқазанның қышқылдығы төмен болатын болса, ол жартылай амин қышқылына айналмайды. Яғни ол уже ары қарай сізде сіңбейді ол белогыңыз. Ал өт дұрыс бөлінбесе, протеаза ферменті активтелмейді де, соның нәтижесінде толық амин қышқылына айналмайды. Ол ішекте сіңбейді. Ал сіздің ішегіңізде зиянды патогенді флораға көп болатын болса, онда сіздің тағамдарыңыз дұрыс сіңбейді. Сол себепті асқазанның қышқылдығын реттеу керек. Екінші, өттің бөлінуі, ұйқы безіндегі ферменттердің бөлінуі және де ішегіңіздегі пайдалы бактерияларға толы болу керек. Біздің тамақтарымыздың сіңуі үшін. Ал содан кейін сіз
темірді қабылдасаңыз болады. Егер сіз етті жеткілікті қабылдап асқазан ішек жолдарын реттейтін болсаңыз, ол өзі компенсаторлы түрде реттелуі мүмкін. Оның бәрін сіз өзіңіздің жергілікті дәрігеріңізбен ақылдасып шешу керексіз. Осымен видеомыз соңына жетті. Егер де видео сізге ұнаған болса, подписаться батырмасын басып, лайк қойып, комментарий жазып отырыңыз.